күйеуіңіз арыстан болу үшін сіз мысық болуыңыз керек. Оны қалай түсінеміз? Барлық әйелдердің бәрін білем, күйеуі арыстандай айбарлы болғанын қалайды, көзбен жұмсағанын қалайды, ақшаны күреп тапқанын қалайды, бай болғанын қалайды, прям осылайынан күшті болып жүргенін қалайды да. Бірақ күйеуін азынан кешке дейін бытшын шығарып ұрсады, күйеуіне бажбаңдап арыстан сияқты өзі жабысады. Күйеуіңіз арыстандай айбарлы болып, бай, дәулетті болғысы келсе, сіз мысық сияқты болуыңыз керек. Оның айтқанына көніп тұруыңыз керек. Сіз мықтысыз, сен күштісің деп күйеуіңе всегда поддержка беріп тұру керек. Мынандай бір нәрсе болғанда, эксперимент жасағанда, 3 ай бойы күйеуі өмірдегі ең табыс таппайтын, ең сондай сорақы адам болған, 3 ай бойы мақтай берген ғой. Енесі келсе енесіне мақтай берген, анау келсе анау, негізінде ол жақсы адам ғой, негізі күйеуінің өзіне де мақтай берген. 3 айдың ішінде одан жомарт адам болмай қалған ғой.